бықсытып қойды. Ол үшін соғысамыз. Егер ол жақта бір-екі адам барса, олар түкісе алмайды. Осыны біз жақсы түсінейікші. Ол жерде сен не бір заңды тоқтата алмайсың, Нұр Отанның дайындаған заңын. Не болмаса өзіңнің ұсынған заңды өткізе алмайсың. Сен жынды болып отырасың. Шәмшия Беркінбаева, Мұхтар Шаханов, Қадыр Мырзалиев, Тоқтар Әубәкіровтер болды, қолдарынан түк келмеді. Сондықтан бұл жерде белгілі бір саяси күш бару керек, әңгіме сонда. Мен өз ойымша жаңағы ұлтшылдар менен оппозиция дәл қазіргі кездерде бірге қою екі талайсы. Бұлар бір айдың ішінде не мына жаққа, не мына жаққа шығу керек. Бұл жерде билік өзін де байлап қойып отыр. Не мына жаққа, не мына жаққа шығады. Егер мына жаққа шықса, халық көшеге шығады. Мына жаққа шықса, халық рахмет дейді отыр. Халықтың өзінің ішінен көсемдер шығады. Маған осы ұнайды. Медаль беріп қояды кейде, кейбіреулеріне ақша беретін шығар. Қысқасы бір не дейді, әйтеуір бірдемені көрсетеді да, бір жасаған сияқты. Сондықтан менің ойымша мемлекетте биліктің адамдарын да түсінуге болады. Кез келген жаңағы топты, әлі күнге дейін жаңағы кеңес үкіметінің менталитеті ұстап отқан топты саяси бір іс-әрекетке пайдалануға болады. Мысалы, Ақайып кеткені есімде, мен Ақайып кеткен уақыттарда той жасады менің қырғыз достарым. Міне енді демократия болды, біз құтылдық мына Ақайыптан деп. Бакиев келді. Бакиев адамдарды атты, 83 адамды атты. Талқан шығарды, тонады мемлекетті. Сонда мен айтам, сендер бір той жасап еттер өткен жол. Армысыздар. Бүгінгі азаматтық пікір бағдарламасының қонағы белгілі саясаттанушы, ұлт қайраткері, қоғам қайраткері Дос Көшім мырза. Қош келдіңіз. Рахмет шақырғандар. Енді 1,5 айдан кейін сайлау басталады Қазақстанда. Аяқталады десек те болады. Сіз өзіңіз осы сайлауда қандай бағыт ұстанып отырсыз? Сайлауға бару керек па, әлде бойкот па? Сұрақты төтесінен қойдың ғой. Кез келген сайлауда менің өзім бір орным бар. Бұл бақылаушыларды оқыту. Сондықтан бақылаушыларды оқытуға мен қазір кірістім. Кез келген ұйым, қоғамдық ұйым болсын, мейлі саяси партиялар болсын, бәріне де мен бақылаушылар дайындап беруге, қатысуға дайынмын да, бұл бірінші мәселе. Ал сайлауға келетін болсақ, мен 1986 жылдан кейін сайлаудың ешқайсысына қатысып дауыс берген адам емеспін. Тек бақылаушысыз? Иә, негізінен бақылаушы институтын құрып, сол бақылаушы институтын дамытуға шамам келгенше күш салып отырмын. 2000 жылы сайлау туралы заңды өзгерту туралы мемлекеттік комиссияның ішінде болдық. Сол жерде біздің қолымыздың жеткені 14 бақылаушылардың құқын жөндеуге атсалыстық. Сондағы біздің жасаған баптарымыздың бәрін енгіздік. Былтырғы сайлауда сіз тәуелсіз бақылаушыларды оқыттыңыз, үйреттіңіз. Бірақ сіздің жігіттеріңіз сол бақылаушылардың жартысын біз танымаймыз, бұлар біздің командамызда болған жоқ деп мәлімдепті. Бұған не себеп болды? Мен тәуелсіз бақылаушыларды оқытқан жоқпын. Мен қоғамдық ұйымдардың бақылаушыларын оқыттым және Әміржан Қосановтың бақылаушыларын оқыттым. Екеуін, мысалы, бір облысқа барғанда әуелі қоғамдық ұйымдар, мен енді азаматтық альянстың вице-президентімін. Сол арқылы Америкадан алған грант арқылы мен бірінші қоғамдық ұйымдарды оқыттым да, сосын өзім қолым бос кездерде Әміржан Қосановтың бақылаушыларын қоса оқыттым. Тәуелсіз бақылаушылар 1999 жылы біз ұйымдастырдық. 2005 жылы мен ол жерден кеттім. Кәдімгідей баспасөз конференциясын жасап, жаңа президентті журналистермен таныстырып. Сондықтан одан кейін мен тәуелсіз бақылаушылармен ара қатынасым жоқ. Сол Қосановтың командасында болған бақылаушылар айтады, олар өздерінің тәуелсіз бақылаушы санайды. Біз Қосановтың сайлау учаскелерін бақыладық дейді. Артынан қорытындысын санайтын кезде, дауыстар санайтын кезде, осындағы Алматыдағы, Астанадағы жігіттері бізді танымаймыз деп шықты дейді. Біз бастан аяқ сайлауға қатыстық дейді. Енді оған менің қатысым жоқ шығар, себебі мен тек қана оқытумен айналыстым да. Ал енді оны мониторинг жасайтын жалпы. Ол біріншіден әрбір үміткердің өзінің штабы, оған байланысты өздерінің пікірлерін айтып ертең бағасын беретінді. Демесе жаңа тәуелсіз бақылаушыларымыз деп қазір топ құрып жүр ғой, бір тамаша азаматтар бар. Олардың өздері жасайды да. Оған менікі тек оқыту, мен оқытушымын. Бірақ сол жігіттер қамалған кезде неге ара түспедіңіздер? Қандай жігіттер қамалған уақытта? Сол сайлауды бақылаған жігіттердің ертеңінде сайлау бюллетендері заңсыз болды деп мәлімдеме жасамақшы болып барған кезде олардың жартысы қамауға алынды. Мен оны бірінші естіп отырмын, шынын айту керек. Және керек десеңіздер, оны естігеннің өзінде ол жерде қалай ара түсе аламыз да? Енді өзіңнің иә деген сөзіңді айтқаннан басқа. Енді ондай нәрсе сайлау кезінде өте көп болды да, менің естігенім. Керек десеңіздер, хаттаманы алып шығып келе жатқандардан тартып алғандар бар. Жаңағы не дейміз, Шәріптің адамдары ма, жоқ әлде басқа органның адамдары ма. Керек десеңіздер, штабты басып алғандар болды, мысалы Атырауда.
штабтан адам таба алмай қалды да, штаб жауап тастады. Қысқасы ол билікпенен не дейміз, билікке қарсы топтың арасындағы ешқашан бітіспес күресті. Ол жерде сол ұйымдастырушылар негізінен жұмыс істеу керек та, сол топта. Сіз енді өмірбаяныңызда сіз социал-демократтар партиясын Қазақстан тарихында тұңғыш құрушылардың бірі екенсіз. Сол социал-демократтардың қазір ЖСДП-ға қатысы бар ма? Жоқ, біздер 1990 жылы 26 мамырда құрылдық. 1994 жылы біз өзіміз жабуға тура келді. Себебі заң шықты 91 жылы, соған байланысты бізде тіркеуге не дейміз, мәжбүрлегісі келді. Ол уақытта 3000 адамның қай жерде тұратын, қолдарын, қай жерде жұмыс істейтінін бәрін беруін керек та, әділет министрлігіне. Біз одан бас тарттық. Біз оны список расстрелы дейміз. Біз өзіміздің адамдарымызды ұстап бермейміз дедік та. Біз айттық, басшыларымызды беруге дайынбыз. Сонымен біз бас тартып, одан кейін 1, 2, 3 рет ескерту бердік, одан кейін жабуға тура келді та. Сонымен біз жабылдық 94 жылда. Оның ішіндегі негізгі басшылық қызметте болған Сергей Дуванов, мен, Жовтис, Асылбек Қожахметов, Злотников, тағы басқа адамдардың әрқайсысы жеке өздерінің қоғамдық ұйымдарын құрып, не болмаса жаңағы адам құқығын қорғау ұйымын құрып, не болмаса бизнес үйрететін құрып, біздер әрқайсымыз өзіміздің жолымызға кеттік та. Иә, бірақ демократиялық бағыттағы жолымыз менің ойымша қалған сияқты сол жігіттердің әлі күнге дейін еститін шығарсыздар оларға аты жөндерін. Сіз әлі күнге өзіңізді социал-демократ санайсыз ба? Иә, мен коммунистік партияда, біздің енді бір мақтанатынымыз, соны құрған адамдардың ешқайсысы компартияда болған жоқ. Менің жалпы компартияда болған адамдарға деген көзқарасым жақсы емес, оны халықты көбісі білетін шығар. Және билікте жұмыс істеген адамдарға деген көзқарасым жақсы емес. Мен екеуінде де болған жоқпын. Сіз егер социал-демократ санасаңыз өзіңізді ЖСДП-ны қолдайсыз ба? Жоқ, біздің кезіміздегі социал-демократия және біздің құрған социал-демократия ЖСДП-дан мүлдем бөлек тұғын. Енді ЖСДП-дағы құрғанның енді Түйақбайдан бастап мен ойымша бұрын коммунистік партияның мүшелері шығар. Біздер ондай емеспіз. Біз өзіміз еш уақытта басқа партияда болмаған. Біздің өзіміздің ұстанымыз бөлек. Және ол уақыттағы саяси жағдай, ахуал мүлдем бөлек тұғын. Бұл кеңес үкіметінің кезінде болған оқиға біздің құрғанымыз. Ал енді мына Мұхтар Әбіләзов қазір тіркелмеген экстремист ұйым ретінде танылған ДВК мен Көше партиясын ЖСДП-ны қолдауға шақырып отыр. Бұл ойламайсыз ба, Қазақстан тарихындағы бір осы жоғы сайлау үлкен бір дүмпу сайлау болады деп? Жоқ, ойламаймын. Және жалпы Мұхтар Әбіләзовтың не айтып, не қойып жатқанына шын айту керек, құлақ салмаймын. Негізінен мен әлеуметтік желіден алшақ адамын. Менің Фейсбукта өзім парақшамда жоқ, Фейсбукке кірмеймін де. Сондықтан олардың шындығында не дейміз, ана жерде біреу дүркіреп бүйтіп жатыр екен, мына жерде мынандай айтып жатыр екен деген нәрсені мен білмеуім мүмкін. Оған таңғалмай-ақ қойыңдар. Себебі мен күнделікті адамдар сияқты жаңа Фейсбукты шұқылап отырмайтын адамын да. Мен өмірдің өзінен көремін, сол өмірге байланысты өзімнің жаңа не деймін, қызметімді, мақсатымды солай арқылы қоямын да. Сондықтан әртүрлі әрине бір саяси қадамдар болады. Мүмкін Әбіләзовтың бәріміз ЖСДП-ға бірігейік дегені қазіргі кезде дұрыс та шығар. Егер саяси тұрғыдан қараған. Баламалы түрде ұсынып отыр. Иә, бәрібір жоқ, бәрібір егер мен оппозициямыз дейтін болса, олардың біріккені дұрыс та, жан жаққа тартып кетпей. Бірақ соны бірге ала ма? Және біріккеннен кейін барып, егер олар өте қалатын болса, сондағы бірінші орында тұрған адамдарға келісе ма? Мысалы, ойбай, мені біз сені қолдап едік қой, сен біз өткізбей тастадың деген сияқты сөз болуы мүмкін ғой. Мысалы, 7 адам болса, ол 7 адамның бәрі негізгі партиядан болады да, оған қоштаған, оны қолдаған басқа ұйымдар далада қалуы мүмкін. Қысқасы, егер осының бәрін дұрыстап келісіп алатын болса, менің ойымша, кез келген саяси күш мақсаттары бір болатын болса, біріккендері дұрыс. Ал осы жылғы Нұр Отанға басты бәсеке деп қай партияны ұсына аласыз? Ешқандай партияны ұсына алмаймын. Біріншіден біздегі сайлау жүйесін бәріміз жақсы білеміз. Сондықтан әділетсіз сайлау кезінде мыналар жеңіп шығар, мыналар жеңіледі деп айтуға болмайды да. Сондықтан бірінші сайлаудың өзі қандай? Демек, мен бұл сайлауға деген көзқарасым сондай. Менің қызық емес сайлау деген мақалам шықты жас алашқа. Бұл сайлау мен үшін өте қызық емес. Баяғы 6 партия ғой енді бұрынғы. Сондықтан Нұр Отанға біреу қарсы келе ма, олай болан. Бұның бәрі бір саяси ойын сияқты маған көрінеді, бір демократияның декорациясы сияқты. Байқайсыздар ма? Сол 6 партия, сол билік, сол жүйе, сол сайлауды жүргізетін адамдар, сол заң. Сонда не тағы да бірдеме жаңарып кетеді дейсің бе? Демек, солардың өздері қалады да, сондықтан мен үшін бұл сайлау қызық емес. Иә, бақылаушылардың институтының Қазақстанда орынға берген дұрыс. Мен оған кез келген мысалы топ шақырса, мен оған жұмыс істеуге дайынмын. Ал егер өзіңіз ешқандай партияға кіріп кандидат ретінде өзіңіз ұсына алмайсыз ба? Жоқ, былайда мен өзім 33 жасымда айтқан тұғым, не атқарушы билікке, не заң шығарушы билікке бармаймын деп. Мен соны әлі күнге дейін ұстанып келе жатырмын. Бұл менің өзім ұстанымым. Осы жоғы сайлауды нешені күтпейсіз?
Жоқ, ештеңе күтпеймін. Керек десеңіздер, өткен жолғы сайлау халықты әйтеуір бір дүрліктірді, бір оятты. Бақылаушылардың институтының таралғаны, керек десеңіздер, әрбір ауданда, әрбір ауылда бір жүрегі бар жігіттердің шығып осы сайлауға араласқаны бұл бір ояту болды. Мен ойымша бұл сайлау ешнәрсе болмайды, бірақ билік барынша көрсетейін деп жатыр, осы қызық сайлау екенін бір не дейміз, бір белсенді түрде осы сайлау туралы әңгіме көп, газетте көп, тағы басқа да көп та. Бірақ шындығында бұның бәрі пішек, бұрынғы адамдар, бұрынғы сайлау жүйесі. Мен өз басым қызықпаймын. Қазақстанда шынайы оппозиция бар ма? Енді осы әңгімені мен жек көремін да, шынайы оппозиция, өтірік оппозиция деген біреу ақ болады. Айтпайды ғой жаңағы адам, мынау менің бірінші махаббатым, мынау екінші махаббат, мынау үшінші махаббат деген біреу. Сол сияқты оппозиция да біреу ақ. Баяғыда бізде енді біздің енді кейде адам күлкісі келеді да, баяғыда бізде Ақжол деген партия болды да, оның қарсыластары оған өкпелеп жүргендер нағыз Ақжол деген партия жасап шығарды. Не деген масқара, не деген ұят. Сонда әңгіме партия болып, осы қоғамды дұрыстаймыз, саяси жүйеде бір жұмыс жасаймыз емес, анау партиямен салғыласу, бәсекелесу. Мен сосын күттім, мүмкін тағы да бір партия болатын шығар. Одан да өткен нағыз Ақжол деген партия құрыла ма деп күттім. Қысқасы бұл баланың ойыны сияқты да, жаңағы мәселелердің бәрі. Мен ешнәрсе бұлардан күтіп отырған жоқпын, қазіргі сайлаудан ешнәрсе күтіп отырған жоқпын. Сіз енді 2016 жылғы жер комиссиясының мүшесі болдыңыз. Сонда сіз енді билік пен халықтың ортасында көпір болған комиссияның құрамы мүшесісіз. Бір айдан кейін сол жерге жарияланған мораторийдің мерзімі бітеді. Қандай келісімге келдіңіздер? Ешқандай келісімге келген жоқпыз. Ең басты мәселе қолымыздың жеткені 5 жылдық моратория. Енді сол 5 жылдың ішінде саяси күштер, партиямыз деп жүргендер үлкен, менің ойымша осы мәселені түбіне жеткізу керек тұғын. Біздің міндетіміз сол уақытта бір-ақ нәрсе тұғын. Не жер сатылмайды, шетелдіктерге ұзақ мерзімге жалға берілмейді дегенді кіргізуіміз керек, оны кіргізбедік, кіргізе алмадық. Енді ондай болмаған уақытта екінші 5 жыл мүмкіндік бердік та. Саяси күресте осы алдына қойған осы екі құран ғой, сол екі құранды жүзеге асырыңдар деп. Мен білмеймін, енді оны жаңағы ЖСТП-дан сұрау керек. Одан кейін олар қандай жұмыс істеді осыны жүзеге асыру үшін. Басқа ұйымдар қандай жұмыс істеді. Сондықтан бұл белгілі бір түрде не дейміз, компромисс болды да. Билікпенен қазақ халқының арасында компромисс. Енді мораторий аяқталды. Ары қарай қадам қалай болмақ? Енді мен ойымша біріншіден билік белгілі бір түрде сатылмайды дегенді айтып отыр. Бірақ жалға беру керек дегенді айтпай отыр. Оны айтпай отыр. Ол жерде сол енді үлкен бір не дейміз, астында бір астары бар бірдеме ойнап отыр да. Біз бұны бір инвестицияға айналдыруымыз керек, жерді құрашын жатпау керек, бұны біз пайдалануымыз керек деген сияқты бірдеменің ұштығын шығарып қойды. Мен ойымша бірақ сол 16 жылдан кейін барып қазақ халқы да көзі ашылды. Енді мен ойымша жібермейді. Мен сонда ұмытпасам Қызылордада айтқан тұғым. Егер түн ішінде соған қол қоятын болса, жаңағы ұзақ мерзімге жалға беруге шетелдік инвесторларына, сол сағат 12-де халықтың бәрі көшеге шығады деп. Демек, жаңағының бәрі босқа кеткен жоқ, халық белгілі нәрсеге дайындалып отыр деп ойлаймын да өз басым. Сондай үміт. Ал инвестиция деген сөздің астарында сату деген жатқан жоқ па? Жоқ, енді инвестиция мен сату екеуі екі түрлі ғой, пайдалану ғой инвестиция деген негізінен. Өздері қаржы салады, сосын және пайдаланады, өз содан пайда табады, ал үкімет оның үстіндегі жаңағы салығын алады деген сияқты. Бұл инвестиция өмір бойы болып келе жатқан мәселе. Бірақ жерді 20-30 жылға беру инвестицияға, ұзақ мерзімге беруге біз өз басымыз қарсымыз. Бұны экономистер де дәлелдеп шығуға тырысты. Кезінде Алаштың азаматтары да айтып кеткен жерді сату мәселесінен. Қысқасы біз бұған қарсымыз да. Мен экономист емеспін. Мен бұл жерде рухани дүние жағынан келемін да. Қазақ жерді сату деген сөзді мен ойымша қабылдамайды да. Өйткені қанша қиыншылықпен осыншама территориямызды ата-бабамыз алып қалды, енді соны сату деген сөз біздің миымызға кірмейді да. Әңгіме мен сол дейміз рухани идеологиялық жағынан шығар. Мүмкін біреулер маған экономикалық жағынан қажеттілігін не қажетсіздігін түсіндіріп берер. Ал енді сол комиссияда болған мүшелер артынан өздеріңіз осы мораторий бітуге таяғанда бір жиналып бір ақылдасқан жоқсыздар ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Себебі ол комиссияда шындығында әртүрлі топ болды, 75 адам. Әртүрлі топ болды. Біздің міндетіміз бір-ақ нәрсе тұғын. Біз әуелі бір 7-8 адам болдық. Одан кейін сол жерде жүргенде 3 айдың ішінде біз 35-ке дейін жеткіздік. Жеке-жеке адамдармен жұмыс істеп. Себебі біздің қорыққанымыз бұны сол комиссияның дауысқа салып қоя ма дедік та.
Ал комиссияның ішінде негізінен айтып отырмын ғой, 65 адам бізге қарсы болды, 10 шақты адам біздер жерді сатпаймыз дедік. Қысқасы біз сол жерде біраз жұмыс жасап үлгердік та 35-ке жеткізіп қойдық адамдарды. Оның үстіне Жақсыбек Шүкемпіров та бар мысалы, біздің жағымызға кеткен. Біздің бар ойымызша, егер сол жерде комиссияға мүмкіндік беріп, ал міне комиссия қазір дауысқа салады, солардың шешімі болады дегенге біз дайындалдық саяси тұрғыда. Басқа нәрсеге шамамыз келмеді. Сондықтан бұл бір ұйым емес, бұл жердегі әртүрлі көзқарастағы азаматтар, мысалы біреулері билік жақсы көретін топтар бар, соның ішінде менің ойымша кем дегенде 60-70% билікке қарсы топтар кірмей қалды, өкінішке орай. Мысалы ЖСДП-ны шақырды, Тұяқбай келмей қалды, ең соңында ұмытпасам жаңағы Серікбай Әлібаев па, сол ең соңынан келіп кетті. Мысалы Зәуреш кетіп қалды. Қысқа сол жерде де әртүрлі топтар бар. Бұлардың басын қосып бір ұйым шығару жоқ. Менің ойымша біраз жұмыс жасаған Мұхтар Тайжан болды. Ол 2-3 үлкен бір, не дейміз, әңгіме, бастама көтеретіндей мәселе ұйымдастырды, оған рахмет. Соның ішінде жүргендердің ішінен. Ал әрқайсысы біздің өзіміздің бағытымыз бар. Тілдің бағыты шығар, оралман бағыты шығар. Әрбір ұйымның, әрбір топтың өзінің бағыты бар. Енді жаңағы сен айтқаның бойынша тағы да бас қоса аламыз ба? Иә, мен ойымша бас қоса аламыз. Ендеше неге сіз бар, Мұхтар Тайжан бар, барлықтарыңыз өзара кеңесіп, біз халықтың алдында жауапкершілік алдық қой деп неге талқыламайсыздар жылдың аяғына дейін? Бұл менің ойымша талқылаудан өткен мәселе. Бұл жерде ультиматум тұр. Не болмаса жаңағы жерді ешкімге сатуға болмайды, және ұзақ мерзімге жалға беруге болмайды деген заңға кіргізу керек, не керек. Талқылайтын нәрседен өттік біз. Ендеше халық тағы алаңға шығу керек па, мораторий жарияланғаннан кейін? Міндетті түрде, егер мораторий емес қой, егер ертең осы бір айдың мораторий ішінде, бітеді ғой. бұлар бір айдың ішінде не мына жаққа, не мына жаққа шығу керек. Бұл жерде билік өзін де байлап қойып отыр. Не мына жаққа шығады. Егер мына жаққа шықса, халық көшеге шығады. Мына жаққа шықса, халық рахмет дейді отырады. Қысқасы өздері бұл жерде. Ендеше халықтың 2016-та жер туралы алаңға шығу заңды дейсіз, е? Міндетті түрде заңды, өте жақсы, менің ойымша бұл, және ең бастысы, оларды ұлтшылдар да шығарған жоқ, оларды оппозиция шығарған жоқ, халықтың өзі шықты, өзінің күш екенін білді. Онда неге Макс Боқаевтар сотталып кетті? Мен айтып отырмын ғой, бұлар сол халықтың ішіне шыққан азаматтар. Бұлар белгілі бір ұйымның адамдары емес қой, не бір партия, не бір ұйымның адамдары емес. Мен сол үшін айтып отырмын. Халықтың өзінің ішінен көсемдер шығады. Маған осы ұнайды. Бұлар кәдімгі табиғи түрде шыққан лидерлер дейміз ғой, табиғи түрде. Сондықтан халықтың өзі шығара алады екен. Халықтың өздері көсемдері шығара алады екен да. Сонда сіздер жер комиссиясы неге мәлімдеме жасамадыңыздар? Макс Боқаев пен Талғат Аянның босатылуын талап етіп. Айтылды, дәл сол комиссияның ішінде менің ойымша әрқайсысының бір сөзінің ішінде қайталанды. Оларды босату туралы, оларды алып келу. Оларды комиссияға кіргізді ғой, және ең қызығы. Макс Боқаев сол комиссияға бармаймын деген уақыттарда мен бір интервьюімде оның неге бармайтынын түсіндірдім. Оның қасындағы адамдар ұсталып жатқан уақытта оның келгісі келмеуі, соны бір саяси, не дейміз жаңағы, көрініс есебінде ультиматум ретінде. Ультиматум ол пайдаланған саяси жағынан дұрыс деп. Қысқасы ол жөнінен көп нәрсе айтылды, жазылды. Бізде осы бір қызық нәрсе бар да, сендер неге Жаңаөзенде болмадыңдар? Сол бір кемшілік сияқты. Сен неге? Мен неге айтпаймын? Жігіттер, 90-шы жылы КНБ-ның қылыштан қан тамып тұрған уақытта біздер партия құрғанда неге біздің қасымызда болмадыңдар деп. Ол уақытта олар бізге қарсы болды. Желтоқсанда біз шыққан уақытта неге болмадыңдар деп мен ешкімге айтпаймын ғой. Қысқасы да ол бір не дейді, біріне бірі қалай кемшілігін табуды іздеген сияқты болып естіледі. Енді бір әрбір топтың, әрбір ұйымның өзінің жоспарлы түрде істейтін жұмысы бар. Оны тастап кетпейді басқа жаққа. Жаңа желтоқсан деп қалдыңыз ғой. Жақында желтоқсан оқиғасы биыл ұмытпасам сол 24 жыл болады. Сол өз бағасын ала алды ма? Халық өзінің бағасын берді. Маған үкіметтің қандай баға бергенін қажет жоқ. Халық оны өзінің бағасын берді. Ол күнді біз өзіміз атап өтеміз, барамыз, гүлімізді қоямыз, аруақтарға Құран оқимыз, тағы да басқасының бәрін істейміз. Қысқасы, мемлекет мойындамай отыр, және сәл-пәл ойнап қояды, ескерткіш қойып қойды, рахмет. Медаль беріп қояды кейде, кейбіреулеріне ақша беретін шығар. Қысқасы, бір не дейді, әйтеуір бірдемені көрсетті, бір жасаған сияқты. Бірақ толық қалай ол мойындайды, өйткені өздерінің қолдары қанды ғой. Қалай айтады, мен осындай жасап едім, кешірім сұраймын деп. Сондықтан менің ойымша мемлекетте биліктің адамдарын да түсінуге болады. Желтоқсан болашақта ұлт-азаттық көтерілісінің статусын ала ма? Былайда ондай статусты менің ойымша көтеріліс деген статусты осыдан 10 жыл бұрын берді. Әлі есімде бір үлкен бір отырыс болды, сол уақыттарда бүгіннен бастап бұны оқиға демей көтеріліс деген айтты, бұдан 10 жыл бұрын ұмытпасам. Және оның алдында да бұл мәселе айтылған, бұл жаңағы қарусыз көтеріліс деген мәселе. Сондықтан оны халық беріп қойды да, халық беріп қойды. Оны үкіметтің беруіне мен еш уақыттарда көңіл бөлмеймін.
үкімет бере ма, мойындай ма, мойындамай ма, халық оны ұмытпайды менің ойымша. Еш уақыт. Сіз 1988 жылы ана тілі қозғалысын құрдыңыз. Құрушылардың бірісіз, соның басында тұрдыңыз. Одан бері 22 жыл өтті. Не өзгерді? Көп нәрсе өзгерген жоқ та, бірақ не дейміз, мысалы Алматыда бір ғана қазақ мектебі бар еді, қазір ұмытпасам 60 қазақ мектебі. Бірақ барлық жерде бірдей емес. Анау орыс тілді аймақ бар ғой, солтүстік шығыс, ол жерде бұрынғыдай тас қалпымызда қалдық та, кейбір жер көтерілді, кейбір жер шешті. Қысқасы, бүкіл мемлекеттік деңгейдегі қазақ тілінің қолданылуы, дамуы, ол ешкімді қазір не дейміз, риза қылмайды да. Мен де шүкіршілік еткім келмейді еш уақытта болған. Және сондықтан бұл жұмыс әрі қарап жалғасын таба береді. Мен әрине бұған риза емеспін. Қазіргі кезде қазақ тілінің деңгейі, қолданылуы, статусының деңгейі оған мен өзім риза емеспін. Ал енді қазақ тілінің статусын көтеру үшін бізге не істеу керек? Оп-оңай, түкке тұрмайтын нәрсе. Әрбір қазақ тілді азамат қазақша сөйлеу керек әр жерде, және қазақ тілінде жазу керек болды. Біз ол үшін оған біз міндеттеме сияқты керек қой. Мысалы үшін мемлекеттік қызметке қазақ тілін білмесе алмайды деген сияқты. Енді бұл амалсыздықтан заңды жол арқылы мәжбүрлеу ол да болады. Енді заң дегеніміздің бәрі мәжбүрлеу ғой енді. Бірақ көптеген елдер, мысалы Прибалтика елдері дейміз, Балтық жағалауының елдері, бұлар ондай қылған жоқ. Бұлардың халқы өздері барлық жерде сөйлеу, жазуды өздерінің тілінде жүргізді. Сол уақытта ешкім кететіндері кетті, кетпейтіндері сол тілді үйреніп алып болды. Латыш тілін, эстон тілін. Біз ондай жасай алмай отырмыз, және жасай алмаймыз да. Бірақ Балтық бойы біз қазақтар сияқты кеңес үкіметінің отаршылық езгісін көрген жоқ қой. Енді ол әртүрлі мәселе бар ғой. Мысалы, енді Балтықты былай қояйық. Грузияда қазір 80% орыс тілін білмейді. Ал бізде қазір 16-17% орыс тілін білмейтіндер Қазақстанда. Қысқасы, Тәжікстанда 67% білмейді. Қысқасы, Грузиямен салыстырайық өзіміз. Неліктен Грузия жаңағы не дейді, орыс тілінен бірден құтылды? Біз әлі күнге дейін құтыла алмай жүрміз. Себебі әлесімде, ұмытпасам 79 жылы Грузияда да оның алдында грузин тіл мемлекеттік тіл тұғын. Енді оған орыс тілін қосып, біз Қазақстан сияқты екі тілді береміз дегенде, Тбилисидегі шалдар грузиннің орталық партия комитетінің алдына келіп, пышақпенен өздерінің қолдарын кесіпті. Біз өлеміз, егер орыс тілін грузин тілмен қатар қойсаңдар деп. Бізде ондай шалдар жоқ. Ал енді бізде сондай қадамға барып, орыс тілінің статусын алып тастаса, орыс тілде қазір статус жоқ. Статус жоқ деп ойлайсыз? Статус жоқ, ресми тіл деген статус жоқ. Мемлекеттік тіл деген тұр ғой. Жоқ, мемлекеттік тіл қазақ тілі ғой, ол статус бар. Ал басқа тілдердің статусы жоқ бізде. Тек қана орыс тілі ресми тіл ретінде мемлекеттік мекеменен жергілікті өзін-өзі басқару органдарында ғана қызмет істейді деген бар. Бұл екі-ақ жерде. Ал басқа банктерде, жоғарғы оқу орындарында, шекарада, таможня, бәрінде тек қана қазақ тілі болу керек заң бойынша. Ал енді ендеше неге солтүстіктегі орыс тілді қауым мемлекеттік тіл қазақ тілі болғанмен ресми тіл орыс тілі деп уәж айтады? Себебі бізде сөйтіп айтамыз, не екенін қайдам қайталап. Мен айтам, табыңдаршы бір жерде, мейлі конституцияда, мейлі тілдер туралы заңда. Орыс тілі ресми тіл деген тауып беріңдерші, ешкім таба алмайды. Бірақ сондай сөз тарап кеткен. Қаңқу дейді ғой. Сөзде қаңқу жаман. Қазір әлі күнге дейін жаңағылардың не дейді, жаңағы миларын қайталап орнына қойдыра алмай қойдық. Түсіндіреміз, дәлелдейміз. Әлде бұған Назарбаевтың сөзі себеп болды ма екен? Жалғыз Назарбаев емес, жалпы билік орыс тілінің сақталғаны керек билікке. Себебі шындығында олар орыс тілінде қызмет істеп, орыс тілін пайдаланып отыр ғой. Сондықтан егер қазақ тілі орыс тілінің деңгейіне көтерілсе, ең болмаса, олар ертең жұмыссыз қалатынын біліп отыр. Сондықтан олар өлсе де жібермейді. Біздің өзіміздің қазақтар, жаңа билікте отқандар, жоғарғы деңгейдегі отырғандар өлсе де жібермейді. Біздің күресіміз солармен болады. Солтүстік облыстар көмулі мина дегенмен келісесіз бе? Мен соңғы 5 жыл бойы 184 кездесу өткіздім солтүстік және шығыс облыстарда. Әрбір ауданда, 60-тан астам ауданда кездесулер өткіздім. Кез келген жаңағы топты, әлі күнге дейін жаңағы кеңес үкіметінің менталитеті ұстап отқан топты саяси бір іс-әрекетке пайдалануға болады. Донбасс сияқты, Луганск сияқты, Украинадағыдай, әйтпесе Приднестровье сияқты пайдалануға болады. Мен одан әлі күнге дейін қорқам, сескенем, жаңағы не деймін, соны бір байқап отырғым келеді. Бірақ дәл бір адам шоштарлық, егерден қазақ тілі мемлекет тілі есебінде кірсе, бұлардың бәрі көшеге шығады дегенге мен өзім қарсымын, себебі бұларды көрдік та. Өйткені кететіндері кетті, қалғандар көбінесе енді үлкен егде адамдар қалды, сосын жастарының бәрі Россияға барып оқып жатыр. Одан кейін олар да кетіп жатыр. Қысқасы белгілі бір түрде тілге байланысты көшеге шығу болмайды.
Ал бірақ саяси мәселеге байланысты Ресей империясы біздегі орыс тілді азаматтарды пайдалануына болады. Белгілі бір топтар шығады. Ондай топтар бар, дайындалып жатқандар бар. Біз соған сақ болуымыз керек тек қана. Сіз енді саяси сарапшы ретінде ол облыстарға қандай ұлттық идеология ұсына әлде бізге жеке ол жаққа мәртебе статус беріп, сол жаққа айналысу керек пе? Жоқ, былайда ондай ой бар да кейбіреулерде, кейде мен онда қолдаймын. Ол былай. Белгілі бір аймақтарды рет-ретімен мемлекеттік тілдің қолдануына кіргізу. Мысалы, Қызылорда, Ақтөбе, Шымкентте ертеңнен бастап тек қана қазақ тілінде жұмыс істеңдер, тек қана қазақ тілінде пайдаланыңдар десең, олар кіріп кетеді. Ал Қостанай, Петропавлдарға өйтіп айта алмайсың. Оларға айту керек та, сендер 2 жылдан кейін кіресіңдер. Әйтпесе сен 1 жылдан кейін кіресің, 2 жылдан кейін сен кіресің. Қысқасы ондай белгілі бір не дейміз, уақыттың бөлінісі болады. Жұмсақ түрде келтіруге. Бәріне бірдей жасаймыз десек, бәрі болмайды. Оны айдан анық білесіңдер жаңағы. Ол жерде қазақ тілінде сөйлейтін адам жоқ болса, олар қалай іс қағаздарын бәрін қазақ тілінде көшіре алады. Сондықтан бірақ аналарды көрсе, ойбай міне 6 облыс тек қана қазақша сөйлейді, қазақша жазады. Бітті уже кетті олар. Деген уақытта маллар жайлап, күртіліп жаңа не дейді, көктемдегі еріген қар сияқты жайлап сына бастайды да. Бізде ол да жоқ қой. Бізде ол да жоқ. Біздің бәріміз жаңағы не дейді, таз қалпымызша отырмыз 91 жылға кезімізде тіл жөнінде. Енді ең бірінші оны біз Павлодар мен Петропавлдың атын өзгертуден бастасақ, өзгеріс бола ма? Жоқ, өзгеріс болмайды. Бұл басқа мәселе. Ономастика мәселесі бойынша да біз көптеген кездесулер өткіздік. Бұны мемлекеттік деңгейде заңменен өзгертуге болады. Себебі бізде былай мәселе бар да, ономастика саясатының негізгі бір бағыты бар, екі-ақ бағытта. Біреуі бұрынғы тарихи атауларын қайтару деген бар. Екінші идеологиялық тұрғыдан ескірген атауларды ауыстыру деген бар. Мысалы, Ленин, Сталин. Павлодар мен Петропавл екеуіне де келіп тұр ғой. Сол айтам, сол арқылы, заң арқылы өзгертсе, тырпет алмайды да олар. Ал біздің айқай шуымызбен өзгерсе, қарсылық басталады. Түсініп ме? Орыс тілі мен қазақ тілі. Енді оны өзгертуге не кедергі бізде? Біздің мемлекет, мен айтып отырмын ғой, жаңағыдай заңды қабылдамай отыр. Мысалы, ұмытпасам 16 жылы жаңағы не дейді, жаңағы термин шықты, идеологиялық тұрғыдан ескірген атаулар деген. Енді мысалы Таранның атын алып тастағысы келсе, Қостанайда большевик Таранның атын алып тастағысы келсе, әйтпесе жаңағы Дзержинскийдің атын алып тастағысы келсе, жергілікті жердің адамдары қарсы болса, орыс тілді, бұрынғы кеңес үкіметінің менталитетімен адамдар қарсы болса, оларға не деп айтады? Сондықтан біз айтамыз, парламент заң қабылдау керек та, жаңаны кіргізу керек, айту керек. Міне идеологиялық тұрғыдан ескірген атаулар, Ленин, Сталин, Дзержинский тағы басқа деп, сол болған уақытта жергілікті атқарушы билік 1 секундтың ішінде жаңағы екеуінің атын ауыстырады. Бізде сондай заңды қабылдамайды. Бастап қойды, бұрынғы тарихи атауын қайтару керек. Ол үшін соғысамыз. Мысалы, жаңағы Зыряновскийдің атын Алтай қылып ауыстыру үшін мен өзім 4 рет бардым Зыряновскийге. Зыряновский иттеріне шейін мені таниды. Содан кейін сол жердегі ұмытпасам Айдын деген тіл басқармасының бастығы да барып, қанша жұмыс арқылы біз ана жерде 92% орыс отырған жердегі Зыряновский қаласын Алтай деп ауыстырды. Мысалы, қолдан келеді, бірақ қанша уақыт, қанша күш жігер, қанша уақыт кетті да, егер соның бәрін мемлекеттік тұрғыда заң қабылданса, 5 минуттың ішінде шешіледі көп нәрсе. Бәрі 100% демеймін. Ол заңды қабылдайтын кім? Парламент. Парламент. Ендеше осы жолғы сайлауға ұлтшыл азаматтардың барған дұрыс қой? Ұлтшыл азаматтардың барғаны әрине дұрыс, бірақ былайда мынандай нәрсені жақсы білейік. Кей уақыттарда мысалы айтады, Мұхтар Шаханов барды, ертең мысалы біреу айтатын шығар, мен Хасен Қожа Ахмет барсын деп. Егер ол жақта 1-2 адам барса, олар түк істей алмайды, осыны біз жақсы түсінейікші. Ол жерде сен не бір заңды тоқтата алмайсың, Нұр Отанның дайындаған заңын. Не болмаса өзің ұсынған заңды өткізе алмайсың. Сен жынды болып отырасың. Стресс дейді ғой, жүйкеңнен жүйке қалмайды. Ана жерде отырған адам 1 жылдан кейін өз-өзі атып өлтіретін шығар. Өйткені сенің қолынан түк келмейді. Неге мен жаңағы заң шығарушы органға бармаймын деген. Барған уақытта белгілі бір саяси топ бару керек. Не партия 20-30 адам. Ондай болмай 3 адам, 5 адам, 6 адам барса, тамаша адамдар болды ана жерде. Шәмшия Беркінбаева, Мұхтар Шаханов, Қадыр Мырзалиев, Тоқтар Әубәкіровтер болды, қолдарынан түк келмеді. Сондықтан бұл жерде белгілі бір саяси күш бару керек, әңгіме сонда. Ендеше осы жолғы сайлауға жаңа ұлтшыл азаматтар, оппозиция барлығы бір партия маңына топтасу керек қой? Парламентке бару үшін. Мен өз ойымша жаңағы ұлтшылдар менен оппозиция дәл қазір кездерде бірге қою екі талай. Себебі
былтыр ұлтшылдар негізінен президенттік сайлауға түскен уақытта ұлтшылдар ғой негізінен қолдау бәрі. Ол уақыттарда оппозиция бойкот жариялап қарсы шықты. Енді оған ұлтшылдар қазір солармен бірге одақтаса ала ма? Түсініп па? Біріне бір деген реніш бәрі қалды әлі күнге дейін. Бір мүдде үшін, ұлт үшін біріге алмай ма? Енді айтады ғой, неге сен өткен сайлауда ұлт үшін бізбен бірікпедің, бойкот деп біздің етегімізден тарттың, аяғымыздан шалдың деген ол қабат сөз. Сонда біздің қазіргі қоғамдық элитада саяси белсенділерде бір 2 айға өкпе ренішті ұмыту туралы сана жоқ па? Біз пендеміз. Менде ондай жоқ, жаңағы айтқан, менде ондай жоқ, өйткені маған саяси мақсат керек. Ал көпшілігіміз пендеміз. Пендешілік деген бар, қызғанушылық деген бар. Сондықтан менің ойымша ол мәселенің, және екіншіден әрбір саяси қоғамдық топтың алдында мақсаттары бар да. Мақсат. Оппозицияның мақсаты билікті шығарып тастап, өздері билікке келу. Бірақ олар осы биліктен жақсы бола ма, жаман бола ма, сен жауап бермейсің. Мүмкін жаман да болуы мүмкін. Назарбаев қайда деп құшақтауымыз мүмкін артынан. Сондықтан оппозиция деген естеріңізде болсын. Бұл әділдік үшін жүгіретін, халықтың мұң-мұқтажын қолдайтын топ деп ойламаңдар ешқашан. Өзі саяси мақсат үшін ғана, иә? Оппозиция барлық жерде сол. Мысалы, демократиялық партия келді ме? Республикалық партия оппозиция, иә, Америкада. Республикалық партия келді ме билікке? Демократиялық партия оппозиция. Германияда мысалы социал-демократтар билікте болса, христиан-демократтар оппозиция. Өмір бойы сол. Мысалы, Ақаев кеткен есімде, мен Ақаев кеткен уақыттарда той жасады менің қырғыз достарым. Міне енді демократия болды, біз құтылдық мына Ақаевтан деп. Бакиев келді. Бакиев адамдарды атты, 83 адамды атты. Талқан шығарды, тонады мемлекетті. Сонда мен айтамын, сендер бір той жасап еттер өткен жолы. Сол сияқты да. Егер Қазақстандағы осы жылғы қаңтардағы сайлау әділ өтпеді десе, халық солай санаса, Қырғызстандағы оқиға бізде қайталануы мүмкін бе? Ай қайдам. Ондай бола қояды деп ойламаймын, бірақ ондай қауіп бар дейді да. Мысалы, билік жағы содан қауіптенетінін мен білемін. Мен ойымша, олар қауіптенеді әлі күнге дейін. Бірақ былайда қазақты шығару оп-оңай да. Кейде бір ауыз сөзбен Ренат айтып, бір шумақ өлеңмен қазақты шығара алады да. Сондықтан қазақты шығару оңай, қазақты тоқтату қиын. Шығарғаннан кейін өзің үстіңді басып таптап өтіп кетеді да. Сондықтан шығарған уақыттарда оны саяси тәсіл есебінде қолдансаң, мен қуана араласар едім. Өйткені аналардан Пашинянды көрдің ғой қалай шыққанын. Тұр десе тұрады, отыр десе отырады. Ал бүгін тараймыз, ертең 12-де келеміз, келеді. Беларусияда сай болып отыр. Енді Беларусияда қазір сондайға кетті. Қысқасы бізде мақсат тек қана шығару болса, ол онша жақсы мақсат емес. Егер оның келесі қадамдары жоспарланбаса және соны жүзеге асыратын топ болмаса, халықтың мойындайтын. Я, аналардың айтқанына біз бір кісідей мойындаймыз, айтқандарын істейміз деп. Дәл ондай түрлі дайындықсыз шыққан жаңағы онда аклахратия дейміз ғой, жаңағы тобырдың революциясы болып кетеді да. Ол қауіпті дейсіз. Ол қауіпті, ол жақсылық бермейді. Ешқашан жақсылық әкелмейді. Әйтеуір бір құтылайықшы осы, мейлі қырылып қалса қырылып қалайық деген нәрсені мен өз басым қабылдамаймын. Саясатта ондай болады. Сіз енді белгілі қоғам қайраткерісіз, қоғам белсендісіз. 90 жылдан бері осы саяси ортада жүрсіз. Сіз оңтүстік Қазақстан облысының тумасысыз. Сол оңтүстік Қазақстан қазір Түркістан облысы ғой. Құрметті азамат атағын алдыңыз ба? Жоқ. Шымкент қаласында алған жоқсыз. Жоқ, мен тек қана бір штаттың... Мен соны сізге сұрақ қойайын деп отырмын. Сіз ақш-тың Техас штатының құрметті азаматы екенсіз. Техасқа қандай еңбек істедіңіз? Бұлайда 94 жылы Америка құрама штаттарының сайлау жүйесін бақылау, сайлау жүйесін үйрену, сайлау жүйесін саралауға 5 адамды шақырды. Біз сояққа бардық. Ол уақыттарда менің демократия туралы көптеген мақалаларым, көптеген жасаған істерім шықпаған. Одан кейін мен кітап жазып шықтым, демократия негіздеріне кіріспе деген оқулық. Сол демократияға сіңірген еңбек үшін деген атақ берді маған. Демократияға сіңірген еңбегім үшін. Осыншама жаңа демократияны. Негізінен мен енді бағытым ағарту бағыты ғой, саяси ағарту, негізгі менің жұмысым. Сондықтан саяси ағарту бағытымды олар бір не дейді жаңағы бір бағалағаны. Туған жеріңіз берген жоқ, айдалада ақш берді дейсіз ғой. Енді кім берсе де не дейді жаңағы. Ішіңізде өкпе реніш болмай ма? Жоқ. Ешқандай жаңағы не дейді, мадақ ешнәрсенің бізге қажеті жоқ қой. Енді біз әңгімеміздің аяғына таядық. Сізге бір сұрақтар қойып отырсақ, иә, жоқ деген. Жақсы. Мен өзім жақсы көремін сондай сұрақтар. Иә, жоқ деген екі қана сұраққа жауап бересіз. Қазақстанда демократия бар ма? Жоқ. Сөз бостандығы ше? Жоқ. Сіз биліктің адамысыз ба? Жоқ. Әміржан Қосановпен қазір араласып тұрасыз ба? Иә.
Жақын дос ретінде ме? Мүдделес азаматтар ретінде. Болашаққа не күтесіз? Өте көп. Енді бұл жерде иә жоқ деп жауап бере алмайсың. Күтетінім өте көп. Оны мен ойымша кітабымда бар. Мен қазір кітабын шығардым. Биылғы сайлауда Нұр Отан жеңе ме? Саясаткерлер еш уақытта болжам жасамайды да. Рахмет. Ендеше құрметті ағайындар, бүгінгі азаматтық пікір бағдарламасының қонағы белгілі саясаттанушы, қоғам қайраткері Дос Көшім мырза болды. Мыңда бір рахмет келгеніңізге. Рахмет.